Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында осындай әдемі, түрі керемет, түрлі түсті көкөністерден салат жасайтын боламыз. Светі күшті. Алдыменен мен қиярымды бәрін, қызанағымды бәрін жуып алып кеп, осындай бөліктерге бөліп, жіңішке салонка қылып тураймыз. Не осындай көлемде болу керек. Екі тал қияр саламын мен. Сіз қалауларыңыз бойынша салуға болады. Көп жасаймыз десеңіздер, көп салуға болады. Қызыл пересімді де солай тураймын, майдалап, ұсақтап. Тәтті бұрыш салсаңыз да болады, қалауларыңыз бойынша. Мен бұл жерге полгорки салдым. Жартылай кішкене ащылығы бар. Капустаны да майдалап тураймыз. Ұсақ етіп. Свежий бәрі дәмді салат шығады. Өзі ат айтып тұрғандай түрлі түсті бұл. Капуста ақ түстес, мысалы, қиярымыз жасыл түстес, помидорымыз қызыл түстес деген сияқты. Жүгері салам мен, кукуруз сары түстес. Бәрі дәмі керемет болады. Бұл петрушка, петрушканы ұсақ етіп турап саламын. Петрушка салсаңыз да, салмасаңыз да өздерің қалауларыңыз. Бірақ мен бұл жерде салдым, кинза салдым. Міне кинза майдалап ұсақтап турап жатырмын. Кинзаның иісі енді керемет. Қыс мезгілінде қазір аппетит ашады. Укроп саламын, укробымды да ұсақтап турап жіберемін. Мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, пікір қалдырып, өздеріңіздің нелеріңізбен бөлісіп кетсеңіздер, келесіде қандай видеолар салғанымды қалайсыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесіде менің видеоларым бірден барады сіздерге. Кукуруз саламын. Қызыл пиязымды мен майға қуырып алып салдым. Сұйық майға кішкене. Қандай әдемі свет шықты. Міне, көздің жауын алады. Тұз саламын. Бұл жерге бұрыш салмаймыз. Өзі бұрыш, полугорки бұрышы бар. Араластырамыз. Енді бұны тарелкамызға саламыз. Дәмі керемет, иісі деген керемет. Кез келген дастарханға қойсаңыздар бола береді. Қонақтарыңыздың көңілінен шығады. Дәмі керемет. Рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.